шағылымы деген жобамен біз 20 жылдықта, 25 жылдықта осындай ауқымды фотокөрме ұйымдастырған болатынбыз. Онда да көптеген фотосуретшілердің, ардагер ағаларымыз суреттер қойған болатын. Бұл жолы 33 фотосуретшінің жұмысы қойылды. 100-ге жуық, жалпы 100-ге жуық. Бұл жердің енді сол тәуелсіздік кезіндегі тарихи сәттер, одан кейін салт дәстүр, одан кейін мәдени, және де басқа да спорт, әртүрлі салалардың фотолар қойылды. Көрме дегеннің өзі көңіліңе ұялататын көркем дүние ғой. Мен сол іздеп келген дүниемді тапқандай болдым. Керемет дүние. Сонау осыдан 50 жыл бұрынғы еңбек ерлері, жазушы, ақындар, тағы басқа өнер тарландарын көріп, солардың тосыннан түскен керемет көріністерін көріп, рахатқа баттым. Бүгінгі көрмені көріп, қаншама тарихи суреттердің куәсі болып отырмын. Өзім соған қатты риза болып отырмын. Сондықтан да мен осы біздің фото тілші жігіттерге, фото корреспонденттерге, суретшілерге үлкен шығармашылық табыс тілеймін. Осындай жақсы, осындай бір керемет көркем суреттерді түсіре беріңіздер, елге таныта беріңіздер. Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті студенттері үшін, жалпы журналистика факультетінің студенттері үшін арнайы бізде пән бар. Осы фотожурналистика деп аталатын. Енді бізде қазір сабақ онлайн болғандықтан, былай сырттай ғана танысатын едік барлық фотожурналистиканың сабағымен. Ал қазір дәл бүгінгі көрме біз үшін, жалпы студенттер үшін, жалпы қазір келген қонақтар, сыйлы ардагерлер келіп отыр, қонақтар келіп отыр. Барлығымен біріншіден таныстық, және екіншіден осы көзбен көріп өте қуанышты болып отырмыз. Көзбен көрген ол өте керемет сезім екен. Бүгін мына Асылхан Әбдірайымұлы бастаған фото өнер қоғамдық бірлестігі осындай тың дүниелерді, әсіресе тәуелсіздік жылдарында Қазақстанның экономикалық, әлеуметтік, мәдени және рухани ағартушылық білім беру салаларында қызметтерін осындай тамаша фотокартиналар арқылы шығарып, осында ұлттық кітапханада бір ай көлемінде жұртшылыққа ұсынып отыр.